Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Кеш жарық ханымдар мен мырзалар. Хабар арнасында елді дүрліктірген дөбірлі сайыс жұлдызды дода. Сіздермен бірге Нұрлан Әлімжанов және Баян Есентаев. Еліміздегі ең талантты әншілер жеңіс үшін барын салатын өнер додасын жалғастырамыз. Ал біздің жұлдыздарға тек жеңіс керек. Рас айтасың, Баян, бірақ жеңіс бәріне бірдей бұйыра бермейді. Жеңіс бар жерде жеңіліс бар. Бәріміз ережеге бағынамыз. Олай болса, ережені еске сала кетейік. Қазақ эстрадасындағы ең талантты 5 әнші жігіт пен 5 әнші қыз әр бағдарлама сайын өзара сайысқа түседі. Әр жігіт әр қызбен жекпе-жек шығып, 5 рет бақ сынасады. Қазылар алқасы екі өнерпаздың біреуін үздік деп таниды. Жеңген әнші өз командасына 1 ұпай сыйлайды. Егер екеуі де мықты деп танылса, сайыс барысында 1 рет тең ұпай беруге құқылы. Қазылар алқасы өнерпаздарды мына талаптар бойынша бағалайды: вокал, артистизм, образдың сомдалуы. Сайыс соңында басым ұпай жинаған команда жеңімпаз деп танылады. Баян Есентаева. Өзімді құда-құда қисақ сезініп кеттім сені үстіп ұстап шыққан кезде. Баян, саған бір сұрақ қойсам бола ма? Осы сені Роза Рымбаеваның мен құдағи болайын деп жатырған деген сөз рас па? Кім біледі? Мүмкін рас шығар. Түсінбедім. Қалай сонда бұл әңгіменің рас өтірігін сен білмегенде оны кім біледі? Нұрлан, қызды кім айттырмайды, қымызды кім ішпейді? Ой, Баян, құтылып кеттіңіз-ау. Мүмкін жауабын Роза Қуанышқызының өзінен сұрармыз, бәлкім. Нұрлан, сен әңгімені қоя тұр. Алдымен ән тыңдап алайық. Қандай керемет әңгіме. Жарайды. Олай болса, қарсы алыңыздар. Алдарыңызда Қазақ эстрадасының жұлдызы. Білмеймін енді, құдағи бола ма, болмай ма? Сахна төрінде Роза Рымбаева.
Роза Қуанышқызы. Қошемет достар. Көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Өте жақсы. Ал Баянжан, олай болса енді өзіміздің әділ қазылар алқасымен таныс болайық. Тұрақты төреші, профессор, әнші, красавица Толқын Забирова. Қошемет достар. Атаңызға айналған Дос Мұқасан ансамблінің әншісі, солисі, мүшесі және қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ақжол Мейірбеков ағамызға бір қошемет. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Сәкен Майғазиев. Ну, сейчас самое время приступить к работе, уважаемые члены жюри. И для вас сейчас спела наша многоуважаемая, чудесная Роза Куанышевна. И мы бы хотели услышать ваш вердикт. Толкын ханым, что вы скажете? Әрине, ер азамат әйел дауысын салған кезде біліп тұрады, қалай айтса да, қалай күшін салса да, қалай дайындалса да, өйткені енді ол бәрімізге мәлім, табиғаттары әртүрлі. Оны мен кейінгі кезде көп айтатын болдым. Бірақ осы Серіктің, Роза апамыздың дауысын салам деп қатты қиналды, сенімен бірге мен де қиналып шықтым. Шыны керек. Қиналғаны көрінді. Айта ғой. Негізі, бұған дейін қиналмам едім негізі. Серік болып айта берейін, рұқсат етсеңіздер. Аяғыма мынау каблук кигізгеннен кейін. Енді сен қалай ойлайсың? Біз сахнаға осылай аналарымыздың, қыздарымыздың құрметіне бір осы жерде бір қошемет болса. Дірілдеп, мына аяғымды көрсеттім. Осындай қиын аяқ киіммен киіп қалай өлең айтады. Мен сол таң қалып тұрмын да, қазір мен өзімді қарасаңызшы, тұра алмай тұрып, шешіп тұруыма бола ма? Енді ғана біліп отырсыңдар ғой. Рұқсат саған әбден. Мына образға келетұғын болсақ, әрине көп сұрақтар туып жатыр мен үшін. Және де Роза Қуанышевнаның дауысын салу ол жеңіл емес. Бірақ осы сенің батырлығыңа мен басым дейдім. Көп рахмет саған. Тамаша, рахмет. Ал жолаға. Мынау Роза апайыңның өте көп әдемі көйлектері бар. Сұрасаң берер ме деген. Аяғың тіпті қисықта айналайын. Тіпті қисық. Түсіндік сол, несін жасыру үшін ғой бейт тұрғаны. Иә. Сол сырттағы кісілер де маған былай тұрсаң көрініп қалады. Бірақ жаңылдегі сенің жестерің былай. Роза апайыңа ұқсап бейтіп жаңадегі ол кісі сондай әдемі қол. Қаттырақ істейін десем, қорқасын құлап қалуға, иә. Бірақ өте жақсы, маған ұнады. Саған үлкен рахмет. Тамаша, рахмет. Ал, олай болса, Сәкен аға, өзіңізде. Серік енді өзі толық дауыспен айтуға сен тенор дауысың жететін еді менің ойымша. Өзің фальцетпен айтам деп, субтонмен айтам деп, сәл жетпей қалдың, қиналып қалдың. Мен ойымша өткен күндердің орнына куә болып таңдағанда сен жүрекпен орындайтын әдемі сондай фальцетің де жеткен болар еді. Ол жерде қатты жаңағы давлениені де талап етпейтін ән болар еді. Куә болды алып шыққан кезде сен ұтар медің деп ойлаймын өз басым. Біз шын мәнінде куә болар едік дейсіз ғой, Роза Қуанышқызы. Куә болар едік, иә. Ал рахмет сіздерге, алай болса. Серік Ибрагимов, қошемет достар. Жұлдызды доданы жалғастырамыз. Біз осы жобада атаңызға айналған тұлғалардың атын жаңғыртамыз. Қазір сахнаға шығатын әнші туралы көп сөз айтудың қажеті жоқ. Қазақтың ақ баяны Мадина Ералиева. Қошемді қош бол күрең күз, күрең саған жіберді. Мадина апаның көзінің тірісінде мен бұл кісіні өзінің алдында талай рет, ол кезде студентпін, пародия жасағаным бар еді. Сол кезде марқұм Мадина апам риза болатын. Әй қыз, сен мені дұрыстап әдемілеп сал, қой мен барып сахнама сызылып әнімді айтып келейін деп. Мадина апаны жасайсың дегенде шын қуандым. Ал енді қолымнан келе ма, келмей ма бұл образды жалпы мен
бере алам ба, енді бір Алла біледі, көрем, барымды салып көрем. Қош енді қош бол күрең қыз, күрең қыз саған жіберді. Күрең менің өреңім, қош енді қош бол күреңім. Жаз келер және жап жасыл, жақсылықтағы тілермін. Жадырап және жүрермін, қош енді қош бол күреңім. Қош енді қош бол күрең қыз, күреңмін саған тілермін. Күлермін деп ем түнердім, білермін қалай білермін. Жаратылып жатыр күрең жер тоңған кілемдер. Ақ қыстай аппақ көз едің, күлермін деп ем көрерім, білермін деп ем өзіңе. Қош енді қош бол күрең қыз. Қош енді қош бол күрең қыз, күреңмін саған жібердім. Күлермін деп ем түнердім, білермін қалай білермін. Қош енді қош бол күрең қыз, ақ қызды тезеп жібергіз. Ақ қыстай аппақ кәреліміз, жадырап ойнап күлерміз. Жадырап және жаз келер, қош енді қош бол күрең қыз. Қош енді қош бол күрең қыз, күреңмін саған жібердім. Күлермін деп ем түнердім, білермін қалай білермін. Қош енді қош бол күрең қыз, күреңмін саған жібердім. Күлермін деп ем түнердім, білермін қалай білермін. Қош енді қош бол күрең қыз, күреңмін саған жібердім. Күлермін деп ем түнердім, білермін қалай білермін. Қандай тамаша. Ал, Толқын ханым, сіздің ойыңыз. Осы жобаға үлкен рахмет. Осындай біздің қазақ майталман апа ағаларымызды ұмытпай, осылай мына жастарға үлгі боп, есте қалсын деп, сондай жақсы бір оймен шығарғандарыңызға. Айгүлечка, саған да көп рахмет. Менің көңілімнен шықты. Бірақ бір айтатын ғана сөзім, ең біріншіден осы образға келетін болсақ, әп-әдемі сол Мәдина апамыздың шапаны болу керек. Толқын ханым, иә, дәл осы шапанды көрдім үстінде. Мәдина апамыздың туған сіңлісі берді. Көп рахмет бізге. Расында да мына шашыңда, мына киген әшкейіңде, мына сахнада жүрісіңде, мына қолмен былай өзі сондай енді өзінің көңілін қалай шығаратын, барлық бүкіл табиғатын көрсете білдің. Көп рахмет сол үшін. Ал енді дауысқа келетін болсақ, әрине кішкене қысырыңқырап, мына қатты тамаққа салып жібердің. Ал, Ақжол аға,
үлкен бір ойдың үстінде отырсыз, сіздің ойыңыз. Мәдинаны енді осындай сахнадан көргендей болдым. Шында да нағыз таза әдемі образ. Мәдинаның образы, Мәдинаның кейпі, Мәдинаның әні әр уақытта халқымыздың жүрегінде мәңгі бақи қалды деп. Сондықтан да мен бүгін тұрып, Айгүлекке басымды иіп рахметімді айтқым келеді. Рахмет. Тамаша. Үлкен рахмет аға. Ал, Сәкен аға, сіздің ойыңыз. Табиғаты да, болмысы да керемет. Үйлесіп тұр, жақсы жасадың, Айгүл. Ескімізді жаңартып, өшкенімізді жандырып, кейінгі ұмытылып кеткен дүниелердің бәрін жаңғыртып жатқан жұлдызды да жасай берсін дегім келеді. Рахмет сіздер. Қош енді қош бол, күрең қыз. Күрең мұң саған жібердім. Күлермін деп ем, түнердім. Білермін, қашан білермін. Бәрекелді. Үлкен рахмет. Айгүл Иманбаева. Ну, а сейчас мы приглашаем на эту сцену Розу Қонышевну, и вам предстоит сделать выбор, кто из них оказался ближе к образу. Қошеметтейміз, сахна төрінде Роза Қуанышқызы. Бұл жерде енді Мәдина апамыз озып отыр, сондықтан да Айгүл бір ұпай сізде. Тамаша. Ағыл аға. Әйел баласын, қыздың образын, ер азаматтың сахнаға алып шығу өте қиын. Айтып отыр ғой, мінекей туфли кидім, аяғым барлығы ауырды, парик мынандай барлығын енді көйлек, сондықтан Серік айналайын. Болашағың алда ғой, бірақ әр уақыт сыйлаған қазақ халқымыз біз. Біз Мәдинаға береміз даусымызды. Сәкен аға. Мәдина Ералиевада 3 дауыс. Рахмет. Ал олай болса енді, ардақты әділқазылар алқасы алдағы аптаға тапсырма беріңіздер. Енді қай жұлдызымыздың образын сомдайды? Келесі жолы Серік Ибрагимов Құдайберген Бекішев образында шығады. Қайда духол шапалақ естімей отырмыз. Қуырмас дейміз ғой енді. Ал кет. Ал Айгүля, сенің жан подружкың Алтынай Жорабаева. Ақтық сын жақындаған сайын біздің қатысушыларымызға артылатын міндет те ауырлап бара жатқан сияқты. Әсіресе Алмас Кішкенбаевтың жүгі ауыр болайын деп тұр. Әрине, қазақ өнерінің жарық жұлдызы Әлібек Дінішевтің образын абыроймен алып шығу кім-кімге де оңайға соқпасы анық. КСРО халық әртісі, Қазақстанның халық әртісі. Талай әлемдік сахналарда ән салып тыңдарманын тәнті еткен Әлібек Дінішев сахнада. Қошемет. Только той, как ты, на свете нет наверняка, чтобы наверняка. Ол кісінің жаңағы байсалдылығын, сахнада өз-өзін ұстауын салу, сомдау маған қиын болады. Себебі менің жас жағынан да алып қарағанда сәйкес келмейді, күнделікті өмірімде сәйкес келмейді, сахнадағы өнерімде сәйкес келмейді. Дегенмен енді тырысып көреміз барынша. Ты возьми чуть-чуть выше, да. Ах ты, душечка,
Великолепное выступление Алмаза Кишкенбаева. Как обычно, Алмаз, спасибо тебе большое. Ну и у наших членов жюри есть особое мнение по этому поводу. Толкын ханым, что вы скажете по поводу Алибека Мусаевича? Енді Алмаз әрине дарынды әнші болғанмен, жақсы әдемі дауысы болғанмен, әрине Алибек Мусаевичтің әдемі тембрін, әдемі дауысын салу, мен ойлаймын кішкене қиындыққа түсті деп. Және де келесі жолы әлі де өзінің еңбегімен, өзінің талабымен сондай жоғары деңгейде образдарды көрсете аласын деп үміттемін. Алмаз, енді сен жылама, бәрі алда. Бір жуатып қойсаңызшы. Ал, Ақжол аға. Енді Алмастың сахнада жүргеніне де әжептеуір жылдар болып қалды. Біз өте жақсы білеміз Алмастың дауысын, Алмастың тембрін, Алмастың репертуарын. Алмасжанның әдемі бүгінгі орындаған әні маған өте ұнады. Дауысы да керемет, түрі де керемет, мынау киген костюмі қандай керемет. Сондықтан Алмасжан алға, бәрекелді. Ай, тамаша. Ал, Сәкен аға, сіздің ойыңыз енді. Ащыда болса шындық енді, өйткені біраз аттарын атап түсіністемей қой. Көптеген біздің кейіпкерлеріміз бүгінгі кеште. Мүмкін мен қатыссам да өзімнің дауыс бояуым көрініп тұратын шығар, мен оны да мойындаймын. Бірақ бір-екі әншіні сала алуы мүмкін. Бірақ Алмас көп жерлерде өзінің дауысын көрсетіп қойып жатыр. Сол себепті мен әрине Алибек Мусаұлын қайталау мүмкін емес деп ойлаймын. Рахмет. Спасибо, Алмаз, не расстраивайся, все самое интересное у тебя впереди. Қазір сахнаға шығатын әнші бар жоқ 13 жасында Париждегі ең танымал кабаре клубпен келісім шартқа отырған. Оның алғашқы продюсері Жерар Депардье. Оның ең алғашқы альбомы 2 апта ішінде Еуропадағы музыкалық чарттардың жеңімпаз атанды. Ол салауатты өмір салтын ұстанады. Ешқашан шарап ішкен емес. Алдарыңызда Патрисия Касс. Қарсы алыңыздар. Во-первых, на французском текст. Во-вторых, я не знаю, у нее зеленые глаза. Я не знаю, как сделать зеленые глаза. Это, к сожалению, мне не подвластно. Но посмотрим, что получится. В плане вокала удивительным образом я на этом проекте открываю для себя какие-то новые стороны своего, собственно, таланта, потому что такие образы мне попадаются очень разные. И оказывается, могу сделать и Патрисию Касс тоже. Avec ma vie, il dit des mots menteurs et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'elle fait pour deux, c'est comme le bon moment, ça fait de bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. D'être moi, sans jamais dire je t'aime. C'est bien du cinéma, mais c'est tout pareil en même.
Ce film noir et blanc, c'est l'organe du sang-froid, c'est Garbin Morgan, afin ensemble tout ça. Je pense à me du doigt, un scénario chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec en moi, il me parle l'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle l'amour comme il parle de voiture. Et moi je le suis où il veut, tellement j'y crois tout ce qu'il me dit. Tellement j'y crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec en moi. Mon mec en moi, il me parle l'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle de voiture. Et moi je suis où il veut, tellement tu crois tout ce qu'il me dit. Tellement tu crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec en moi, il me parle l'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle de voiture. Et moi je suis où il veut, tellement tu crois tout ce qu'il me dit. Tellement tu crois tout ce qu'il me dit. Oh oui. Патрисия Касс. Бонжур, Патрисия. Браво. Bonjour. Не деген әдемісіз. Merci beaucoup. Тамаша. Бір ерекше, ең бір әдемі грим болды деймін бүгінгі жобада. Ал, Толқын ханым. У тебя есть такой, знаешь, синдром отличницы. Ты делаешь с полной отдачей, иногда это плохо. Иногда это мешает тому, чтобы раскрыть образ до конца и раствориться, потому что у тебя все получается. Но ты настолько самокритичный человек, ты собой всегда недовольна, и это видно. Потому что ты немножко так это сдерживаешь, свои эмоции. Поэтому я думаю, что у тебя еще впереди очень много интересных образов. Я просто по-человечески и по-дружески хочу тебе пожелать. Немножко раскрепоститься тебе нужно. Ты была такая казахская Патрисия Касс. В тебе не хватило вот этой вот французской какой-то элегантности. Тамаша, рахмет Толқын ханым, осындай орынды пікіріңіз үшін. Ал, Ақжол аға. Патрисия Касстың әндерін мен жақсы білем, жақсы танимын, жақсы естігем жастықта. Бүгінгі күнде Патрисия Кассты әнін өте жақсы айтып шықтың. Енді жамандауға болмайды сені. Жамандай алмаймын. Нағыз артистка, нағыз кәсіби әнші бүгін сен бола алдың. Рахмет. Рахмет. Ал, Сәкен аға. Гүлнарды комедиялық актриса ретінде өте жақсы бағалап, құрметтеп жүрген үлкен жанкүйерлерінің бірі менмін негізі. Енді өзінің әншілік қырынан тағы да көрсетіп жатыр. Жаңағы көңілділер мен тапқырлар клубында өзінің жаңағы вокалдық шеберлерін бір-екі жерде пайдаланғанынан хабардармын. Бірақ осылай кәдімгі осы жұлдызды додаға қатысып жатыр дегенді естігеннен, ақпар маған жеткеннен қатты қуандым. Өйткені қазақ айтады, өнерліге өріс кең дейді. Мен Гүлнардың жан-жақты екенін мен сырттай хабардармын да.
бұл бір тағы да бір өзін көрсететін бір жақсы бір бағдарламаға тап болғанда ғой деп жүргенмін. Тілеуқор бір ағалардың бірі едім. Мендеше тура осы әдемі кешке тап болғаныңа, осы кешке келгеніңе мен өте бағдарламаға қатысқаныңа өте қуаныштымын. Сенің үлкен жаңағы мүмкіндігіңді көрсететін бірден бір бағдарлама осы Жұлдызды дода деп есептеймін. Патрисия Кастың дауысын миллиондардың ішінен тануға болады. Неге десеңіз, олыңқы жаңағы яркий ашық дауыс емес, жаңағы өзінің бір тұңғиық әдемі дауысы бар ғой, дауыс қанық бояуы бар, өзіне тән. Соны сен жеткізе алдың деп өз басым есептеймін. Тамаша. Жақсы жарымырыз істейді, бұнда жақсы тілектер, жақсы ниеттер тек қана жанды нұрландырады. Гүлнара, біз жүргізуші ретінде Баян екеуміз де осындай ой пікірге қосыламыз. Шын мәнінде сен талантты, ерекше қызсың. Қошемет, Гүлнара Селбаева. Ну а сейчас мы с удовольствием приглашаем на эту сцену Алибек Мусаевич Днишева. Алибек Мусаевич. Тамаша, қошемет. Ал, Толқын ханым, құрметті Әділқазылар алқасы, өздеріңіз енді бір ауыз шешіммен бірден айтыңыздар. Енді ақжолаға нүктесін қою үшін мен бастап кетейін, Толқын ханым. Мен дауысымды Гүлнарға беремін. Тамаша. Рахмет, Сәкен аға. Ал, олай болса, Толқын ханым, сіздің ойыңыз нүктесін сосын ақжолағамызға қойсын. Енді бұл жерде ешқандай дау жоқ, әрине Патрисия Кас ұтты. Тамаша. Екі дауыс әрине Патрисия Каста, ал енді сіздің бүйрегіңіз қай жаққа бұрады екен, Алмазға ма, әлде? Бұрсам да, бұрмасам да бәрін шешіп қойды ғой, менің әріптестерім. Бірақ сонда да мен айтайын, Алмасжан жас әріптестеріне қол ұшын беріп жүрген ұстаз. Сондықтан ұстаз жаман болмайды. Жаман болмағаннан кейін менің даусым да Алмас Кішкенбаевқа. Тамаша, керемет. Ақжолаға, это вам не поможет, потому что Гүлнар Сельбаева 2-1 в нашу пользу. Ну, а как иначе? Құттықтайым, Баянжан, құттықтайым. Гүлнара, ну, я думаю, этот образ очень сложный, но учитывая твое дарование, я думаю, ты с ним справишься. Это великая Людмила Гурченко. О, қандай керемет. Ал Алмас, сен келесі жолы Сейфуллин Жолбарыс образында шығасың. Құтты болсын, Алмас. Сонымен қазір сахнаға шығатын әнші ылғи да бұйрық бергенді ұнатады. Ол әскери қызметкер ма? Жоқ. Жалпы мен Жеңіс Ысқақова туралы айтып тұрмын. Егер де ол әнші болмағанда, одан тамаша әскери қызметкер шығар еді. Келісем. Нұрлан, сен білесің бе, Жеңіс Ысқақова қорғаныс министрлігінің ансамблінде 10 жылдан астан ән айтты. Тағы да бір нәрсе білесің бе? Жеңіс Ысқақованың әу бастағы мамандығы сенбейсің. Кәсіби тракторшы машинист. Ол жағын білмейді екен. Жарайды, Жеңіс туралы айта берсең әңгіме көп. Ең бастысы ол аяулы жар, аяулы ана, аяулы әнші. Аяулы сен мені, Жеңіс Ысқақова. Нұрлан Еспан. Жеңіс Ысқақова. Аяла сен мені. Аспандағы айым, аяла сен мені. Аяла сен мені, көзімдегі күнім. Жеңіс Ысқақованың дауысын қоюым керек. Жалпы Жеңіс Ысқақованың образын сомдап шығуым керек. Бірақ енді айта алмаймын, енді дауысын және қыздың дауысымен айтып бере аламын деп айта алмаймын. Алдын ала сіздерге айтып қояйын деп жатқаным. Бірақ Жеңіс Ысқақованың дауысы қалай айтсақ болады, бізге таныс, елге де таныс. Сол себепті барынша тырысамын. Сосын жәндегі билерін білем Жеңіс Ысқақованың. Алға самға бәт әнді деп, және қиялдарға жүздім деп, шашын жан-жаққа лақтыратын. Барынша тырысам еді.
тербейді. Сезім қайда алып ұшады, жетелеп алға бақыт құшағы. Самғап ұшып махаббат әні, көкірегіме сыймайды. Аспандағы айым, аяла сен мені. Аяла сен мені, көзімдегі күнім, күлімдеші бүгін. Еркін өскен ерке кезімде, талай гүлді таңдап мен үздімде. Ерік беріп елік сезімге, қиялдарға жүздімде. Аспандағы айым, аяла сен мені. Аяла сен мені, көзімдегі күнім, күлімдеші бүгін. Аспандағы айым, аяла сен мені. Аяла сен мені, көзімдегі күнім, күлімдеші бүгін. Айдын аппақ жарығы солап, жүрегімді толқын тербейді. Махаббаттың жалыны лаулап, маған маза бермейді. Аспандағы айым, аяла сен мені. Аяла сен мені, көзімдегі күнім, күлімдеші бүгін. Аспандағы айым, аяла сен мені. Аяла сен мені, көзімдегі күнім, күлімдеші бүгін. Аспандағы айым, аяла сен мені. Аяла сен мені, көзімдегі күнім, күлімдеші бүгін. Аспандағы айым, аяла сен мені. Аяла сен мені, көзімдегі күнім. Жеңіс Исқақова! Женя, қалайсыз? Жақсы. Жақсы ма? Енді өз даусымен сөйлей берейін деп отырмын. Аяғыңыз қалай? Ауырып кетті, қыз болған өте қиын екен негізі. Вы Мен түсінбеппін қыздарды. Вы обратили внимание, как на нем сидит платье, на ней сидит платье? Идеально просто села. Яғни Жеңіс ханымның өзінің көйлегі, иә? Иә. Өзі берген, арнайы. Жалпы фигураларыңыз ұқсайды екен. Жеңіске рахметімді айтқым келеді. Туп-тура мен сияқты екен. Тура. Ал, Толқын ханым, біраз сізді бір көңіліңізді марқайтқан сияқты бүгінгі мына образ. Иә, расында да өткендегі менің айтқан сыным енді мына тура бүйректен ұрып жүректен шыққан сияқты. Мына Нұрланды қарап отырсам, расында да жігіттің намысы бар екен, жақсы дайындалып келіпті. Сол үшін бір енді қолдарыңызды шапалақтасаңыз. Нурлан, как это движение? Жеңіс, вот так, да? Вообще хочу сказать огромное спасибо, Баян, я хотела сказать огромное спасибо балету. Такой креативный, такой элегантный, такой стильный, такой задорный. Они сегодня показали здесь такую картинку. Просто вот на самом деле
Это все было так в стиле, так в стиле песни и в настроении. Поэтому вам отдельное огромное спасибо. То, что касается образа, я хочу сказать, прям вот такое хорошее попадание в десятку. Но мне не хватило Жениного голоса. Вот единственное, что... Енді серікке қарағанда өзіңіз суда жүргенде балықтай сезінеді екен, туфли жағына келген кезде. Кәдімгі жүгіріп жүрсіз ғой, күнде киіп жүрген адам ұқсап. Шынында да Толқын ханымға қосылам. Мен Нұрлан Еспановтың дауысын естідім. Бірақ қимылдарың, жаңағы өзіңді жаңағы еркін сезінгенің қатты ұқсады жеңіске. Настоящий артист. Рахмет. Алла жолға, сіздің ойыңыз. Енді Нұрлан ініме бауырыма мен шапалақ ұрам. Рахмет. Иә. Өйткені Жеңіс Ысқақованы мен өте жақсы білем. Менің қарамағымда мен директор болып жұмыс істегенде Дүгілдерде бірге қызмет істегенбіз. Қылығы, жүрісі, тұрысы барлығы 100% келтірдің, Нұрлан. Сен талантты жігітсің. Өйткені сенің көңілің де, жүріс тұрысың да, сынды да көтеруіңді мен бәрін білем. Саған үлкен рахмет. Ал енді гримерларға мен өте ризам. Бүгін гримерларға мынау Жеңісті әдемі келтіргеніне гримерларға туды шапалақ ұрып қойым келем. Рахмет. Тамаша. Рахмет, Әділғазар алқасына. Вообще, Нурлан, если бы вы родились девочкой, была бы очень даже симпатичная девочка. Оның таңдайына бұлбұл ұя салған деседі. Ол кеңестер одағының халық әртісі, социалистік еңбек ері. Ол қазақ сахнасының бұлбұлы, біртуар дарын иесі. Қарсы алыңыздар, сахнада халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, опера өнерінің майталманы Бибигүл Төлегенова. Ашық аспан, бақыт
Бибігүл Төлегенова. Удалось ли Акботе приблизиться к оригиналу, на ваш взгляд? Я Акботу никогда не слышала вот в ее исполнении народные песни. Я слышала в основном твой эстрадный репертуар. Так вот, я хочу сказать, что как раз сейчас, если мы хотели бы услышать, как звучит известное классическое произведение Латифа Хамиди «Булбул» в исполнении эстрадной певицы Акботы Керимбековой, это вот именно вот этот вариант. Повторить «Булбул» Хамиди так же, как и Гаухартас после исполнения Бибигуль Ахметовны, это очень рискованное дело. Но вот за тот риск, за то, что ты рискнула это сделать, тебе огромное спасибо. Толқын ханым дұрыс айтып отыр, от оригинала далеко деп. Бірақ сенің мәрттігің, сенің батырлығың ол осы Бибігүл апамыздың әдемі әнін айтып, осы сахнаға шығудың өзіне дуду шапала құрып қойса көрермендер артық болмайды. Сондықтан мен сенің талантыңа бас ием, рахметімді айтқым келеді. Бірақ деген әттең тонның келтесі деген сөз бар ғой, қазақтың халық әні. Сол бар. Сондықтан саған іске сәт, рахмет. Тамаша рахмет. Ал Сәкен аға, сіздің ойыңыз. Мен бүгінгі жұлдыз додада өте бір төбем көкке екі ел жетпей тұрғандай болып тұрмын. Неге десеңіз, шында біздің ұлы тұлғаларымыздың өте көп екендігіне, мақтан тұтатын біздің майталмандарымыздың бар екеніне, ауыз толтырып айтатын біздің мақтаныштарымыздың бар екеніне, олардың көп екеніне мен шында өте қуанып, қазақ деген сондай дана, талантты халық екеніне тағы да бір кезекті рет көзім жетіп отыр. Шында Ақбота, бүгін Ақботаның өз образын көрдім, өзінің даусын ғана көрдім. Шындығын айту керек. 100% болмаса да 80% мен Ақботаның өзін көрдім, өзінің даусын естідім. Әрине, бірақ енді Латиф Хамидидің мұндай үлкен дүниелерін орындау екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сол себепті мына шеберлігіңізге де басым деймін. Рахмет. Рахмет. Олай болса, құрметті достар, дәл қазір ортаға енді Бибігүл Төлегенова әпкеміздің қарсыласы болып, дәл осы жерде образ сомдыртқан Жеңіс Ысқақова. Қошеметтеріңіз достар. Женя! Женечка! Қошемет! Ал, келіңіз. Ей, сіңілім-ау. Сіңілім-ау деп қойды. Еркекке ұқсаған сіңілім-ау десің ме? Екеуінің де дауысы не Жеңіс Ысқақоваға ұқсат алмады, не Бибигүл Ахметованың дауысын ұқсат алмады. Два двоечника. Иә, сондықтан да енді кішкене бұлай екеуі тепе-теңдікте тұрған сияқты, бірақ мен үшін енді осы Ақботаның осындай үлкен батырлыққа, өзінің біздің сүйіп тыңдайтын қазақ классикасына айналған Хамидидің бұлбұлы айтқаның үшін саған мың да бір рахмет, сондықтан да дауысымды саған бердім. Рахмет көп. Тамаша. Мен өзімнің бауырым ініме Нұрланға бергім келеді. Тамаша. Толқын ханым. Дайте, пожалуйста, задание. Алдағы аптаға. Енді алдағы аптада Нұрлан Валерий Леонтьев образында шығады. Ақбота Керімбекова Шахизада образында шығады. Жұлдызды дода, жұлдызды дода. Это звездные войны. Нұрлан, саған қандай қыздар ұнайды? Мынау сұрағың кішкене ыңғайсыздау болып тұр, Баян. Шынымды егерде мен айтсам, мені үйге кіргізбей қою мүмкін. Мен сені әйелінен қорқады деп ойламаппын. Жоқ, мен, Баянжан, мен қорықпаймын, мен сыйлаймын. Сонымен, Нұрлан, айтшы маған, саған қандай қыздар ұнайды? Блондинки, брюнетки или шатенки? Оны қазір сахнаның сыртына барған соң, өзіңе жеке айтып беремін. Келістік қой. Ал қазір, дәл қазір, Ресей эстрадасының жұлдызы. Нәзік жандардың кумирі. Кстати, блондин. Николай Басков. Қарсы алыңыздар, натуральный блондин. Просто на этом небе, как бы оно ни злилось, нет ни одной... Мен бала күнде кішкене классикалық әндерді көп орындадым. Ямайка, Солеме болсын.
Енді сол кездегі жаңағы вокалдық позицияны біздегі вокалдан Фарид апайымыз көмектесуге жаңағыдай бел буып отыр. Көбіне жаңағы классика жағын, объемын Басковтың көрсетуге тырысамын, қолымнан келгенше. Для тебя не буду звезды хватать в охапки, не потому что трудно, не потому что жалко, просто на этом небе, как бы оно ни злилось, нет ни одной заветной, чтобы с тобой сравнилась. Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей, и нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он так хорош, мой нечаянный сон. Я для тебя не стану самым родным и близким, ветродом над океаном, облаком в небе чистом не слышно. Не потому что скучно, а потому что поздно. Да что же не светит в душу эти слепые звезды? Я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей, и нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он так хорош, мой нечаянный сон. Алмата, я вас люблю, Алмата моя, ну, вторая любовь. И я буду руки твои целовать, я стану грустью в улыбке твоей, и нам никто не посмеет мешать, и не отнимет у нас этих дней. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он так хорош, мой нечаянный сон. И где цветы? Где цветы? Акжолага. Толкан Калиевна, дайте руку вашу поцелую. Сакен. Очень рад видеть. И покупайте билеты на первом ряду, я вас буду руки целовать. Каянный сон. Ла-лай, ла-ла-лай, ла-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 лай. Я буду руки твои целовать, забыв, как мальчик о смене времен. Не торопись эту сказку прервать, он так хорош, мой нечаянный сон. Спасибо. Керемет. Ассаламу алейкум, Басков мырза. Здравствуйте, здравствуйте, господин Басков. Қош келдіңіз. Боже мой!
Маян, я вас очень люблю. Приятно, мне не могу. Спасибо. Тамаша, тамаша. Спасибо большое. Я вас люблю. Браво, браво, браво. Я вас понял. Спасибо, мы вас тоже очень любим. И Толкун Забирова вас очень любит. И все вас сегодня полюбили. Открытие «Жұлдызды дода» второго сезона. Для меня, Ерден, это... Ты просто очаровал всех. Вот мне, знаешь, вот не хватает вот таких цельных номеров, вот так вот, чтобы человек вот вошел в образ, да, и до конца он жил в этом образе. Ты настолько был органичен в этом образе, ты чувствовал в себе этого Николая Баскова, ты пел его голосом, ты говорил его дикцией, ты выдавал вот эти эмоции, ты делал вот эти вот движения ногами. То есть, ну, молодец, умница, что тут скажешь? Браво! Тамаша, Ақжол аға. Басынан ерден шыққанда, жаңадегі аяғын сүйретіп жүреді ғой, жаңады Басков. Енді мен күліп өліп қалдым, шынында. Маған өте ұнады, дауысы да келіп тұр, түрі де келіп тұр. Енді Толқын ханым айтқандай, бұл жаңадан осы Жұлдыз додада ашылған бір әдемі талант, дарын. Мен саған рахметімді айттым. Тамаша. Рахмет. Рахмет. Жай жұлдыз емес, жұлдыздың шолпаны дейсіз ғой, ішіндегі ең бір жарық жанатыны. Сәкен аға, сіздің ойыңыз? Керемет, шында Ақжол ағамыз айтпақшы, жаңа аяғын сүйретіп өзінің ритмінде, бірақ ритмінен шықпай, әдемі қимылдарын әдемі келтірдің. Қолыңмен де арасындағы сөйлеп кетіп, жаңағы жұрттың қолында гүлді тартып алатынына шейін, сұрап алатынына шейін жақсы келтірдің. Өте керемет. Даусың енді ол өз алдына керемет, жақсы келтір алдың. Тамаша. Тамаша. Ол атаңызға айналған ән. Оның есімі жер шарына әйгілі. Ол көшпелі цирк әртістерінің отбасында дүниеге келді. Оның балалық шағы мен жасөспірім кезі Париж көшелерінде өтті. Оның тағдыры өте ауыр болды. Ол бірінші және екінші дүниежүзілік соғысты басынан өткізді. 4 рет көлік апатына түсті. 3 рет комада жатып, 2 рет жүрек ауруына шалдықты. Ол миллиондаған жігіттің орындалмас арманына айналды. Ол Эйфель мұнарасында тұрып ән салды. Оның өнеріне бүкіл Париж қол соқты. Великая Эдит Пиаф. Сахна төрінде Эдит Пиаф қарсы алыңыздар. Прям ярко выраженная. Эдит Пиаф мен үшін бір образдардың ішінде ең қиын болатын шығар деп ойлаймын. Себебі дауыстың қай кезде болсында жаңағы тремоло сияқты болып ойнап тұратындығы мен үшін бүкіл әнде солай сомдап шығу деген кішкене білмеймін, қиналатын сияқтымын. Mes souvenirs, j'allume mes feux, mes chéris, mes plaisirs, je n'ai plus de besoin, balayer les amours, je
par terre, balayer les 2 jours, je réparais 0. Non, de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, comme un froid, ni mal, tout ça me Тамаша. Эдит, я, к сожалению, не знаю французского, по-моему, вы отлично говорите на казахском. Толкун ханым, вы эстет. Хотелось бы услышать, что вы скажете по поводу великой Эдит. Индира, ты молодец в том плане, что, конечно, очень сложно тебе с твоей природы было передать голос Эдит Пиаф. Но ты это сделала. Знаешь, единственное, чего мне не хватило в этой песне, это последняя песня, которую спела Эдит Пиаф в своей жизни. Называется она «Я ни о чем не жалею». Когда она уже была в очень таком тяжелом физическом состоянии, пришли композитор с поэтом и предложили ей вот эту песню, хотя она никого не хотела видеть, потому что она была в очень неприглядном виде. И когда она услышала текст и услышала мелодию, она сказала: я буду ее петь. И вот это была ее последняя крылатая песня. И в этой песне очень много боли, в ней очень много печали, тоски. Но в то же время это победа над той суровой жизнью, которую она прожила. И это все было в ее глазах, это было в ее чувствах, это было в ее сердце, это было передано ее незабываемым голосом. Я думаю, если бы ты чуть-чуть по-другому прочла бы это произведение, возможно, ты смогла бы передать то, что я ждала. Спасибо. Тамаша. Аллах жолыға шын мәнінде міне Толқын ханым айтқанда, Эдит Пиафтың өмірі өте қиын тағдырлы, оны біраз әнсүйер қауым білет, қандай тағдыр болған. Сіздің ойыңыз? Мен ойлаймын, енді дәстүрлі әншіге Эдит Пиафты айту, ол жеңіл жұмыс емес, шын айтқанда. Сондықтан енді Индираның бүгінгі күнде, бүгінгі таңда осындай француз тілінде «лютоа», «сютоа», ол «оа» деп сөйлейді ғой. Иә, керемет, маған өте ұнады. Ақжол аға, сізден де керемет шығады екен. Тағы айтыңызшы? Oui. Pourquoi? Тамаша. Сондықтан Индираның мынандай бүгінгі осындай образды, осындай әдемі дүние жүзіне белгілі Эдит Пиафтың әдемі әніменен шығып, бізді қуантқанына рахмет Жұлдыз Додаға, рахмет саған. Сәкен аға, сіздің ойыңыз? Сахнадағы шынайылығың қатты ұқсады деп айта аламын мен. Шында жаңа мониторларға қарап тұрып, сенің жаңағы әннің ырғағына беріліп, осы мониторға қарап тұрып, орындағандардың барлығы өз балалығы, бір шынайылығы, тазалығын сен жеткізе алдың деп есептеймін өз басым. Және сен өзіңнің даусыңды ұмытып кеттің десем де болады. Осы көріністе, осы сәтте Эдит Пиафты салу үшін соның образына кіре алдың деп мен айта аламын. Үлкен рахмет. Рахмет. Үлкен рахмет. Баян ханым, біз де өз ойымызды анда-санда айтып отырайықшы. Сіз де енді шет әлемдерін көп тыңдайсыз. Сізге қалай, көңіліңізден шықты ма? Конечно. Өте көңілімнен шықты. Тамаша. Рахмет. Баян ханым, көңілінен шықсаңыз. Да, я хочу стать рядом с великой Эдит. Вот даже туфельки же с того времени у нас. Ну, а сейчас вам предстоит сделать, на мой взгляд, такой сложный выбор, да, потому что у нас два сильных соперника. Это Николай Басков. Николай. Никоша.
Николай. Николай. Да. Как же вы себя любите? Да, ну и жюри вас тоже любит. Но сейчас посмотрим, кого они любят больше. Великую Эдит Пиаф или Николая Баскова. Не надо мне посылать поцелуйчиков воздушных. Вы знаете, мы вот сейчас вот посоветовались, и Акжолака, и Сакен вот свои мнения высказали, и мы пришли к такому мнению, что очень сильные образы, очень даровито, очень красиво, очень талантливо и профессионально. Поэтому 1-1. Тамаша. Теңге тең түсті. Бұл енді бір мүмкіндік осы жұлдызды додада кетті. Енді қайтадан келесі жұптарға бұл енді әрине жүрмейді. Өйткені ойынның заңы сондай, шарты сондай. Құттықтаймыз жеңістеріңізбен. Алдағы аптаға тапсырмаларыңызды берсеңіздер. Куда пошли? Куда? Бұл кісілер тойлатып жатыр. Бір ризалап кеткеніміз. Артынан жуасыңдар енді. Ерден Әли Оқапов. Ал енді Индирочка Қапаш Құлышева образында шығасын. До свидания, Николай, до свидания, Эдит. Мы скажем вам здравствуйте через неделю. Қазір сахнаға 8 қырлы, бір сырлы сері жігіт шығады. Ол айтыскер, ақын, дәстүрлі әнші, эстрада жұлдызы. Ол кезінде жігіттер тобының құрамында өнер көрсетті. Кеш мені. Иіскейін, үндемейсің. Тағы да басқа хит әндердің орындаушысы сахна төрінде Еркін Нұржанов. Қарсы алыңыздар. Сүрінген құлагерім, жылаған жаным қоса. Алдыңда тұра берем, не керек бән жаза. Жанымды қашқан жігер түйіп. Еркіннің бір елдің құлағындағы жерлер осындай жерлер. Тістеніп айтатындар, кішкене ышқынып айтатындар, сондай күшпен андай бір сондай айтатындық, енді осындай әндерінде сондай характер бар да Еркін соның. Деп соңғы жақтарын осылай қайырып тастайтындығы, осындай жерлерден Еркінді ұстаймын. Осы жерлерден Еркін маған ұсталып тұр қазір. Жарқ етсе сөнгеніз ғой, жойылар өкпе нала. Бәріміз пендеміз ғой, періште көкте ғана. Жан болса, алдыңда тұра берем, не керек бәрін жаса. Жанымды қашқан жігер түйіп ап орамалға, тереңге тастап жібер, соңғы рет қарап алда. Жанымды қашқан жігер түйіп ап орамалға, тереңге тастап жібер, соңғы рет қарап алда. Өргеуде жанды биік, сүйдіріп мазағыңа, жатайын мәңгі күйіп, сен тартқан азабыңа. Дүние кең шағында не кірді арамызға, осынау жер шарында екеуміз ғанамыз бар. Дүние кең шағында не кірді арамызға, осынау
Жанса байып түгін дауылын шегерер ме алдыңда айыптымын жаным ау сөге берме жарқ етсе сөнген із ғой жойылар өкпен ала бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана жарқ етсе сөнген із ғой жойылар өкпен ала бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана қайда сол көктемге жай толқидың күшіне мой өтінем кектенбе жай өкпеңді түсінем Еркін Нұржанов. Ал. Как вам образ печального рыцаря? Керемет, мен көрдім, мен кешіріңіздер сөздеріңізді не кезекке қарамады деп. Шында мен таза Еркіннің образында көрдім, даусында тыңдадым, қимылында көрдім. Керемет. Еркін Нұржанды білуімше, мен ойлаймын, сен кішкене сол образдан озып кеткен сияқтысың. Дауыс жағынан да, мына қимылынан да өте әдемі. Мына бірінші осы сахнаға ең бірінші қадам басып шыққан кезінде сол образға бір кіріп кеттің бе, әлі сол образда тұрғаныңды енді мен таңғалып отырмын саған. Көп рахмет саған. Рахмет. Ақжолға. Еркін Нұржанның құлагер әніменен бізді шалқамыздан құлаттың. Анау қимылың, көзіңменен бұлай қарап, басыңды бүйтіп қимылдап, мен соған сендім, бәрекелді. Тамаша, үлкен рахмет. Олжас Садықбеков, қошемет достар. Олжас, ну может быть голосом Еркына что-нибудь поблагодарите жюри за такую высокую оценку, да. Рахмет. Олжастың өнерін көрдік. Ендігі кезек оның қарсыласына келді. Бүгінгі доданы қорытындылайтын Айдана Меденова. Айдана сомдайтын образға келетін болсақ, ол біріншіден кәсіби музыкант, композитор, ақын. Ол музыкалық династияның өкілі, ағайынды Абдулиндердің ұрпағы, Әлібек Нешіптің нағашы қарындасы. Мюзик-кола дуэтінің әншісі Карина Абдулина, Арман Жолдар. Алдыр жері туған жерден ауан талай, көзің жақсы өсер жауын-жауын сағыныштан. Мюзик-кола тобының әншісінің даусы тіпті компьютерный бір обработкадан өткен сияқты даусы. Бірақ өзінің сондай табиғаты, бір вибрациясы өте жіңішке, өте жиі естіледі. Осы образ маған қиын сияқты, басқа образдарға қарағанда. Келім жолдар сапар кешіп, бұлтар біз бірге көтіп кешіп,
Тағдыр желі туған жерден ауған талай, көздің жасын нөсер жауын жауған талай, сағыныштан. Жолдар жылай, тау талай, өмір солай. Жолдар дала теңіз талар аспан, айытып жылды жанып алар аспан. Жақсы жандар көрдік жылдан талай, алыс шектеле бер арман жолдан. Жолдар жолай, тау талай, өмір солай. Түрлік тоса бұлылары орманда, қимасыз тыртықты өмір жолдарында. Түйгіндері жылдар арман жолдар, алыс жетіле бер арман жолдар, арман жолдар. Жолдар жолай, тау талай, өмір солай. Жолдар жолай, тау талай, өмір солай. Жолдар келем жолдар сапар кешіп, бұлттар бізбен бірге қатар көшіп. Тағдыр желі туған жерден ауған талай, көздің жасын нөсер жауын жауған талай, сағыныштан. Арман жолдар, арман жолдар, арман жолдар. Арман жолдар, арман жолдар, арман жолдар, арман жолдар, арман жолдар. Мюзик-кола была у нас сегодня в гостях. И мне действительно показалось, что рядом со мной сейчас стоит Карина, и я слышала именно ее голос. Ты права, Баян. Молодец, Айданочка. Ты прям поймала этот образ, поймала ее характер. Конечно, у Карины он такой голос достаточно специфический, да? У Карины очень такой, у нее очень много в голосе, знаешь, таких субтонов. Она много использует флажолет в звуке. Она все время делает то крещендо, то диминуэндо. То есть вот это вот присущее ее голосу, ее манере. И мне прямо даже было интересно услышать, сможешь ли ты справиться, потому что задача не из простых. И поэтому я прям вот снимаю шляпу, ты такая умничка. Единственное, конечно, можно было бы... Я понимала тебя как вокалистку, ты боялась переборщить, потому что вот в этом шоу этот момент, он очень важен. Не переступить какую-то черту, и чтобы это не превратилось в какой-то каламбур, да? И ты сделала это очень этично, очень аккуратно. Я думаю, что Карина не должна на тебя обижаться. Тамаша, Толқын ханым, қандай? Керемет, Толқын ханымның әрбір осындай әдемі сөзінен үлкен сабақ алуға болады жалпы. Крещендо, диминуэндо. Айдана, шынымды айтайын, бір өзіңді бір еркін сезіне алмаған сияқты болып көріндің маған сахнада. Жұртқа ұнамай тұрмын-ау деген сияқты пиғылмен орындадың да әнді. Сондай бір өзіңе деген сенімділік болмады. Кәдімгі өзің кешью тобындағы жаңағы еркіндігің, былай жеке орындаушы ретіндегі еркіндік ешқандай байқалмады. Рахмет. Айдана, а если бы это спела бы Айдана из группы Кешью, как бы это было? Интересно, а? Можешь сейчас выйти с образа Карины и вот как ты это любишь? Жолдар
Было бы, наверное, Ал Ақжол аға, сіз қандай жаңа бір термин қоса аласыз? Сен мені сендіре алмадың, Айдана. Карина бола алмадың. Әлбетте, кейбір ноталар, кейбір әдемі буындар жетіп тұрды, Толқын ханым айтқандай. Бірақ әттең тонның келтесі Карина бола алмадың. Сейчас мы с удовольствием приглашаем на эту сцену печального рыцаря нашей эстрады Еркана Нуржана. Қошемет, достар! Очень сложно мне сейчас дать какое-то предпочтение. Вы как-то вот оба одинаково выглядите сегодня для меня. Понимая, что все-таки Карину спеть, и ты спела, ты понимаешь? Вот ты меня просто этим зацепила, ты меня просто удивила. Потому что я не ожидала ее услышать, я ее услышала. Поэтому Олжас ренжімейінді, қыздың жолы жіңішке деп қызға жол берейік. Ақжол аға, сіздің ойыңыз? Олжас, бәрекелді. Даусым саған. Тамаша, Сәкен аға. Мен даусымды Еркін Нұржановқа бергім келіп тұр. Айданчик, Кариночка, ренжімейсің. Баянжан, бізді құттықтап қойсаң болады? Құттықтамаймын. Үнемі мен сізді құттықтаймын, неге сіз мені құттықтамайсыз? Құттықтамаймын, сол. Да, я с Ақжол аға и с Сәкеном поговорю за кулисами. Ал, әрине, бұл енді сайыстанда енді Пошли, Айдан, отсюда. Нас здесь не любят. Ал, құттықтаймыз. Баян, сіздің Каринаға не қатысыңыз бар, түсінбедім. Поздравляю. Жақсы, тамаша. Алдың аптаға тапсырма сонымен. Ал енді келесі жолы Олжас Мейрамбек Беспаев. Ол сенің қолынан келеді, иә. Өзіңіз табиғатына жақын адамдарды беріп аласыздар, ренжейсіз. Ренжімейміз ешкімге. Ал Айдана Қарақат Абилдина. О, тамаша. Я вот сейчас хочу услышать Мейрамбека Беспаева. Вот прям сейчас, да. Вдруг не получится. Толқын ханымға мен ризамын, рахмет Толқын ханым деп айтшы, осы рөл үшін. Жоқ, енді ол былай ғой, енді мен ойлаймын да, енді ол мынандай жаңағыдай жүлде болғаннан кейін, онда жарыс болғаннан кейін, ол енді қыздың жолы жіңішке деген ол дұрыс емес енді ол. Свободны! Келесі аптада Олжас әрине бір жеңістің бір ұшқыны көрініп жатыр. Үлкен рахмет сіздерге. Браво, Олжас! Жұлдызды дода, жұлдызды дода. Это звездные войны. Жұлдыздар додасының кезекті саны өз мәресіне жетті. Не деген қызу тартыс, не деген қызық жарыс. Сонымен бүгін кімдер жеңді? Бүгін Қазылар алқасының шешімі бойынша әрине Баянжан әдеттегідей қыздар, яғни сіздер жеңдіңіздер. Рахмет. Бұл жарыс. Мен түсінем, жарыс. Ал бүгінгі жарыс күнінің қорытындысын шығару үшін экранға назар аударамыз. Өткен күнде уақытыңда сағыныш қой ол мәңгі. Қош енді қош бол күреңіз, күреңнің саған жібердім. Күлермін деген түнердім, білермін қалай білегімін. Здравствуйте, It is
Забыв, как мальчик о смене времен, не торопись эту сказку прервать. Он так хорош, мой нечаянный сон. Car ma vie valienne, oubliée, je me fous des pensées. Жарқ етсе сөнгеніз ғой, жойылар өкпен ала. Бәріміз пендеміз ғой, періште көкте ғана. Жолдар жолай, талай, өмір солай. Міне қымбатты көрермендер, үздік арнадағы үздік сайыс жұлдызды доданың тағы бір кезеңі артта қалды. Қызықтың бәрі алда. Біздің жұлдыздар сіздердің махаббаттарыңыз үшін барын салады. Әр аптаның жұмасында, дәл осы уақытта бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздерді әлі талай таң қалдырамыз. Жұлдызды додада жүздескенше. Кездескенше.